Сәлеметсіңдер ме, сенімпаз балапандар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 85-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңдар балалар. Бүгінгі тақырып есеп шығару. Бірінші есеп. Тіктөртбұрыш туралы кейбір мәліметтер белгісіз мәліметті есептеп тап дейді. Енді кестеге қарап тұрсақ, кейбір жерлері бос, яғни белгісіз мәліметтер бар. Сол белгісіз мәліметтерді қазір бірге табамыз. Біріншісі, бізде ені, ұзындығы берілген, бізге периметр мен аудан табу керек. Осы сияқты 4 есеп берілген, бір-біріне ұқсас және формуланы түрлендіру арқылы шығарылады. Біріншісінде алдымен периметрді тауып аламыз. Периметр дегеніміз жалпы ені мен ұзындығын қосып, оны 2-ге көбейткенге тең болады. Сондықтан бізде ені мен ұзындығы 16-ны 25 қосамыз, 2-ге көбейтеміз, 82 периметр шығады. Ал аудан болса, керісінше ені мен ұзындығын бір-біріне көбейтеміз. Яғни 16 мен 25-ті көбейткенде бізде 400 метр квадрат шықты. Сонда біріншісінің жауабы 82 метр квадрат және 400 метр квадрат болады. Дәл сол секілді екінші есепте бізде периметр берілген, ені берілген, бізге табу керек, ұзындығын табу керек және ауданын табу керек. Біз ол үшін ережені түрлендіреміз, яғни а тең периметрін 2-ге бөлгендегі және де минус еніне. Сонда а тең болады, бізде 126-ны 2-ге бөлеміз, одан 28 алып тастаймыз, сонда ұзындығы 35 сантиметрге тең болады екен. Ал ауданын табу үшін 35 сантиметр, яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз, яғни 28-ді, сонда бізде 980 сантиметр квадратқа тең болады екен. Дәл осы секілді үшінші және төртінші есептерде де дәл осы шарттармен, дәл осы формуланы түрлендіру арқылы осындай мәндер шығады. Осыны көшіріп жазып алыңдар. Түсінбеген жерлерім болса комментарияда жазып қалдырыңдар, міндетті түрде жауап беремін. Екінші есепті шығар және оның шығару әртүрлі тәсілін тап дейді, тиімді тәсілін таңда дейді. Оңтүстік аймақтарда орам жапырақтың түсімділігі 60 тонна гектарына, бұл солтүстік аймақтарға қарағанда 25 тоннаға артық. Оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсірілген дейді. Бізде массалық үлес берілген, яғни түсімділік 60 тонна гектарына, екінші түсімділік 25 тонна гектарға артық, біріншіге қарағанда. Аудан берілген 25 гектар, бізге табу керек, жалпы массалық үлесін табу керек. Ол үшін түсімділік тең болады. Бізде екінші түсімділікті тауып аламыз. Ол үшін біріншіге қарағанда 25 тонна гектарға артық болса, онда 60-тан алып тастаймыз 25-ті. Сонда 30 тонна гектар шығады. Яғни солтүстік аймақта бізде 35 тонна гектарына шығады екен, түсімділік. Енді жалпы массалық үлесін табу үшін бірінші түсімділікті және екінші түсімділікті ауданға көбейту арқылы екі массалық үлесті, яғни жалпы түсімін табамыз. Ол үшін бірінші түсімділік бізде 60 тонна гектарды жалпы гектарға көбейтеміз, сонда 1000 тонна, ал екіншісінде 35 тонна гектарды көбейтеміз 25 гектар жерге, сонда 875 тонна шығады екен. Жалпы бірінші түсімділік, яғни массалық үлестен екіншін алып тастағанда 625 тонна артық өсірілген екен. Үшінші есепті шығар. Тіктөртбұрышты пішінді жер учаскесінің ұзындығы 60 метр, ені 40 метр, қиярдың бір сортын өсірген кезде түсімділігі 16 кг метр квадрат болды. Бұл сортты түсімділігі 2-ден 1-ге артық басқа сортпен ауыстырды. Учаскеден қиярдың жаңа сортынан қанша килограмм жинап алынды дейді. Енді бізде қараңдар, А берілген, яғни ұзындығы берілген, ені берілген, және де М1 түсімділік 16 кг метр квадратқа, ал М2 2-ден 1-ге артық, М1-ден. Бізге табу керек үлкен М2, яғни массалық үлесін табу керек. Шешімі болады, бірінші, екінші түсімділікті тауып аламыз. Ол үшін М1-ден 2-ден 1 бөлігі дедік. Сол үшін 16-ны қосамыз 16-ның жартысына. Сонда бізде 24 кг метр квадрат шығады, екінші түсімділік. Ал жалпы аудан табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз, яғни ұзындығы мен енін 60-ты 40-қа көбейткенде бізде 2400 метр квадрат жер шығады жалпы ауданы. Ал массалық үлесін табу үшін М2-ні, яғни 24 кг метр квадратты ауданға көбейтеміз. Сонда бізде 24 көбейтілген 2400, сонда тең болады 57600 кг қиярдың жаңа сорты алынған екен.
Төртінші есеп есепті шығар. Арасы 2 километр болатын екі кенттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытта екі салт атты шықты дейді. Біреуінің жылдамдығы 12 км сағат, ал екіншісі 18 км сағат. 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болды дейді. Бізде сызба көрсетілген, яғни екі жақтан шыққан. Кент деген қала. Екі қаладан, яғни бір-біріне бағытталған екі жүріс атты шыққан. Енді бізде жол белгілі, яғни ауданы 2 км болып тұр. Бізде жалпы жол берілген, аудан берілген 2 км, және де біріншінің екіншінің жылдамдығы берілген, және уақыт берілген 2 сағат. Енді біз жалпы ауданды табу керекпіз. Ол үшін S1-ді, яғни көбейтеміз, тең болады V1, яғни бірінші жылдамдықты уақытқа көбейтеміз S1-ді табу үшін. Бізде бірінші жылдамдық 12 км сағат, көбейтілген 2 км, сонда бізде бірінші салт атты 24 км жол жүрген екен, ал екінші салт атты болса 18 км жылдамдықпен жүрген болса, сағатына оны 2 км-ге көбейтсек 36 км жол жүрген екен. Енді екеуінікін жалпы қосқанда бізде 62 км жалпы ауданы жол жүрген екен. Бесінші есеп есепті шығар. Дәптерге координаттық бұрыш шығатындай сәулелерсіз сәулелердің бойынан бірлік кесінділерді анықта. Кесте бойынша және берілген жылдамдық бойынша қозғалыс графигін құр дейді. Енді нүктелерді сәйкестендірсек, бізде сонда бірдің тұсында, яғни 15 км, ал екінші нүктенің тұсында 30 км болып тұр. Сонда соны көбейте бергенде бізде үшіде 45, 4-те 60 солай кете береді. Ал екіншісінде қиғашынан тұр, сәлі кішкене. Сол үшін біріншісінде 5, екіншісінде 10, үшіншісінде 15, төртіншісінде 20 болып тұр. Ал жалпы біздерде осы нүктелерді біріктіргенде осындай график береді екен. Ал жалпы бұл есептің шығару формуласы V1-ден 15 км сағат, V2-ден 5 км сағат. Яғни осы 60-тан, 45-тен, 30-ден, 15-тен аралар 15 км-ден болып тұр, сағатына. Сол үшін біріншісінің жауабы 15, екіншісінде 5, 10, 15, 20 болып тұр, ал аралары 5 км сағат болып тұр. Жалпы аудан табу үшін S-тен V көбейтілген Т деген формула қолданылады. Яғни V-мыз бізде 1, ал Т-мыз жаңағы 15, екіншісінде 30, солай кете береді. Келесі есеп 5 тапсырма бойынша өз сұрақтарыңды құрастыр, оны досыңа қой, досыңның сұрақтарына жауап бер дейді. Сұрақ: 3 сағатта шаңғышы 15 км сағат жылдамдықпен қанша километр жол жүрді дейді. Жауабы: егер ауданын табатын болсақ, жаңағы жолды V көбейтілген Т деген формула қолданылады. Яғни 3-ті 15-ге көбейтеміз, сонда 45 км жол шығады. Екінші сұрақ: 20 км жолды 5 км сағат жылдамдықпен қанша сағатта жүріп өтеді. Жауабы: бұл жерде формуланы түрлендіреміз. Уақыт тең болады жол бөлінген жылдамдыққа, яғни 20 бөлінген 5, сонда 4 сағат шығады. Жетінші есеп: сызбаға берілген мәліметтерді жаз және есепте шығар. Осыған ұқсас есептер құрастыр дейді. Сызбаға қарасақ, бізде бірінші шаңғышының жылдамдығы, екінші шаңғышының жылдамдығы, уақыт берілген, бізге аудан табу керек. Ауданды табу үшін жалпы жылдамдықты табамыз, яғни V1 мен V2-ні бір-біріне қосамыз. Бізде 19 қосылған 14, 33 км сағат болады. Ал жалпы аудан табу үшін осы жалпы жылдамдықты көбейтеміз уақытқа, яғни 33-ті көбейтеміз уақыт 2 сағат, бізде сонда жалпы 66 км екі шаңғышының арақашықтығы екен. Графикте бізде екі шаңғышы екі жаққа кеткендіктен олардың арақашықтығы сондай 66 км-ге ұзарған. Ал ұқсас есеп келтіру үшін біз жылдамдықтардың цифрларын ауыстырамыз, яғни бірінші жылдамдық 23 км сағат, екінші жылдамдық 17 км сағат деп аламыз, уақытты 6 сағат деп аламыз. Дәл осы формуламен шығарып, жаңағыдай орындарын ауыстырып, 23-ті 17-ге қосамыз, жалпы жылдамдықты анықтап аламыз. Одан кейін жалпы ауданға салғанда жалпы жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. 40 көбейтілген 6, 240 км екі шаңғышының арақашықтығы болады. 8-ші есеп: 25-ге қалай көбейтуге болатынын қара дейді.
25-ке көбейткен кезде қалай пайымдау керектігін біле отырып өрнектердің мәнін тап дейді. Бізде 24 көбейтілген 25, 32 көбейтілген 25, 36 көбейтілген 25, 88 көбейтілген 25, 84 көбейтілген 25, 56 көбейтілген 25 берілген. Яғни алғашқы санды біз 4-ке бөлу арқылы есепті жеңілдете аламыз. Яғни 4-тен 1 бөлігі дегеніміз 25% деген сөз сол санның. Және соны 100-ге көбейтеміз. Сонда бізге оңай түседі. Мысалы 24-ті 4-ке бөлеміз, бізде 6 шығады. 6-ны 100-ге көбейтеміз, 600 шығады. Егер 24-ті сразу 1-ден 25-ке көбейтсек, бізде есеп қиындап қалады. Сол үшін бізге есепті тиімді жолмен шығару үшін алғашқы санды 4-ке бөлеміз, яғни 25% сонда шығады. Барлық өрнектің мәні мына жерде көрсетілген, барлығы осы тәсілмен шығарылады. Көшіріп жазып алыңдар балалар. 9-шы есеп ойлан және жауап бер. 4 құрбы Әлия, Айна, Дана және Бақыт мерекеге әшекейлер жасады дейді. Біреулері алтын түсті қағаздан гүл тізбе, біреулері алтын түсті қағаздан ою жасады. Айна мен Дана бір түсті қағазбен жұмыс істеді. Ал Әлия мен Айна бірдей әшеке жасады. Кім қандай әшеке жасады дейді. Енді бізде мән беріп тыңдасақ, егер Айна мен Дана бір түсті қағазбен жұмыс жасаса, яғни мысалы алтын түсті қағаздан жұмыс жасаса, алтын түсті қағаздан біреу гүл тізбе, біреу ою жасады деп алайық. Ал Әлия мен Айна бірдей әшеке жасаса, Айна яғни қағаздан гүл тізбе жасаса, Әлия да күміс түсті қағаздан гүл тізбе. Главный екеуінің ең бастысы гүл тізбе жасап тұр, екеуі қағаздары бөлек. Бұл жерде Бақыт қана қалады. Бақыт бұл жерде қызыл түсті жалауша жасаған болады. 10-шы есепті шығар. Көктемде жалпы ауданы 100 метр квадрат 2 жер учаскесіне қызанақ көшет отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған көшет саны бірдей. Бірінші жер учаскесінде 140 көшет, ал екіншісінде 260 көшет болды. Әрбір жер учаскесінің ауданын тап дейді. Бізде жалпы аудан берілген 100 метр квадрат, жалпы массалық үлес берілген, біріншіні және екіншінікі. Бізге табу керек жалпы ауданның бірінші және екіншісіне 2 бөлігін табу керек. Ол үшін жалпы массалық үлесті тауып аламыз. Бізде жалпы массалық үлес 140 қосылған 260, 400 көшет жалпы. Енді жалпы түсімділікті анықтап аламыз. Түсімділікті анықтап алу үшін массалық үлесті бөлеміз ауданға. Сонда 400-ді бөлеміз 100-ге, сонда метр квадратқа 4 көшет отырғызылған екен. Енді жалпы массалық үлесін түсімділікке бөлген жағдайда біз қанша метр квадрат жерге отырғызылатынын табамыз. Яғни S1-де біз бірінші массалық үлесті бөлеміз түсімділікке, сонда 35 метр квадрат жерге егілген екен. Ал екінші ауданда 260 бөлінген 4, 65 метр квадрат жерге егілген екен.